Имам Ахмадты білеміз ғой, 4 мазхабтың үлкен имамдарының бірі. Сол кісі қартайған шағында бір сапарға шығады екен. Бұл кісі өте атақты болған. Қазір бір ғалым дейтін болса, бір атақты адам дейтін болса, ұялы телефонмен ашып түрін, жүзін бәріміз жақсы білеміз, көрсек танып жатамыз. Бірақ ол кісінің атағын естігенмен түрін ешкім көрмеген. Қартайған шағында бір мешітте отырады. Мүсәпір ғой, енді сапарда жүрген адам. Сөйтіп қалып кетеді, бір дөрекі кісі келеді екен де, мына мешіт деген сізге ұйықтайтын жер ме, тұрыңыз деп далаға шығарып қояды екен. Сөйтіп қай жерге барсам болады деп, енді ол кездегі сапарда қазіргідей жаңағыдай көлікпен емес, жаяу жүруі мүмкін, түйемен жүруі мүмкін, атпен жүруі мүмкін деген сияқты қалып кетеді екен. Тағы әбден шаршаған ғой, жасы үлкен болып қалған. Сонда ана кісі әлі отырсың ба бұл жерде деп танымайды ғой ананы. Сүйреп тұрып жолдың ана жағынан апарып тастайды да. Сөйтіп сол жерде бір науайхана болады, бір жас жігіт нан пісіріп жатады да, есігін ашса, бір ақсақал не істеп отырсыз, кіріңіз деп, өзінің кішкентай ғана бөлме төсегіне жатып қояды екен. Өзі нанын илеп жатады, имам Ахмад қарап тұрса, анау нан илеп жатады да, аузы жыбырлап тұрады екен. Сонда білгісі келеді жаңа, не айтқысы келіп тұрғандығын. Сонда жаңа сұрайды екен, балам, сен жұмысың істеп жатырсың, бірақ аузың тыным таппады ғой, не айтып жатырсың деген кезде, мен истиғфар айтам деп айтады дейді. Таң қалып қалады, машалла. Қашаннан бері айтасың? Біраз уақыт болды. Қандай пайдасын көрдің дейді екен да. Бұның пайдасы сондай дейді. Қазір не тілесем де Алла Тағала соны беретіндігіне көзім жетті дейді да. Сұрасам Алла Тағала береді дейді. Қазір енді бір тілегім бар дейді. Имам Ахмад деген үлкен ғалымды естіп жүрмін дейді. Сол кісіні көрмей дүниеден өтпесем екен деп тілеп жүрмін деп айтады дейді да жаңа. Сонда имам Ахмад айтады екен, онда қуана бер, сенің тілегің дұғаң қабыл болды. Имам Ахмадты Алла Тағала аяғынан сүйретіп тұрып алдыңа әкеп тастады ғой деп айтады дейді да жаңа. Тақуа адамның аузынан осындай сөз шығады. Қазір адамдар бар, жаңа сөз сөйлеген кезде андай арсыз бір-екі сөзді қоспаса, бір сөзінің дәмі кірмейді, мәні кірмейді, тұздығы болмайтын сияқты көріп жатады. Бірақ біз орын осындай сөздермен, біз негізде қазақ халқы дана халық қой, апаларымыздың шошқан кезде астапыралла деп жататын негізі осы астағфирулла ғой ол. Қарайтын болсақ, осындай сөздер шығып жатса, жақсы сөз жарым ырыс дейді ғой. Сауап алып жатса, жаңа кім Аллаға, ақиретке иман еткеннің көрінісі, кім деген Аллаға қиямет күні иман етсе, жақсы сөз сөйлесін, емес үндемесін деген жаңа хадисті айтып өттік қой. Тақуа адамның аузынан асыл осындай сөздер шығады.